Менің атым Данияр. Мен 8 жастамын. Біз жақында жаңа үйге көштік. Ол үлкен үй болатын. Әкем айтқан, осы үй арзанға түсті. Сәтті түскен ғой деп. Бірақ мен бұл үйді онша ұната қойған жоқпын. Бір түрлі, тып-тыныш. Көшіп келген күні кешке есік қоңырауы шыр етті. Анам ашты. Сыртта бір тәтей тұр. Бетінен күлімсірейді, бірақ көзі күлмейді. Қош келдіңдер. Мен Күләш тәтей боламын. Үстіміздегі үйде тұрамын. Бүгін кешкі асқа келіңдер. Көрші болдық қой деді. Анам басында бір түрлі болып тұрды. Бірақ сыпайы кісі ғой деп басын изеді. Жарайды, кешке барамыз. Мен бармай-ақ қойсақ деп едім. Ұят болады. Көрші деген жақсы адам сияқты деді. Сол кеште біз үйден шықтық. Күләш тәтейдің үйі 2-ші қабатта. Есікті ашқанда ішінде жып-жылы иіс таралып тұр. Бірақ табақ иіс емес, басқа бір түрлі. Қантпен бірдеңе күйіп кеткендей. Күләш тәтей бізді төрге шығарды. Үстел толған тамақ. Бірақ бәрі тым қызыл, тіпті сорпада қызыл. Еттің бәрі жұмсақ, әрі тым қара. Ал Данияржан, саған арнайы бәліш пісірдім деді тәтей. Мен күлген болдым, бірақ жүрегім бір түрлі тарсылдап тұрды. Біз тамақ ішіп отырғанда мен ішіне қарап қоямын. Бір бұрышта үлкен қуыршақ тұр. Бірақ оның көзі мені шын адамдай қарап тұрған сияқты көрінді. Мен не қарасам, ол да маған қарап тұрады. Тәте, бұл қуыршақ па? Иә, сүйікті қуыршағым. Ертең сен де осындай болып қаласың деді ол күліп. Мен түсінбедім. Бірақ анамның қолын тартып кеткім келді. Анашым, үйге қайтайықшы. Әй, әлі ерте ғой деді Күләш тәтей. Тәтті жасаймын, күт. Ол үйге кірді. Мен де соңынан білдіртпей қарадым. Есікте ішкен өлсем, тоңазытқыш ашық тұр. Ішінде бір адамның қолы тұрды. Шын айтам, тура адамның қолы. Ақ саусақтары тырсылдап қатып қалған. Мен артқа шегіндім. Тынысым тарылып кетті. Анамды қолынан тарттым. Тоңазытқышта қол тұр дедім. Неге олай дейсің? Қайдағы қол? Нағыз қол, адамның қолы, анашым. Анам менің не айтып тұрғанымды түсінбей қалды. Бірақ дәл сол сәтте Күләш тәтей қайта шықты. Қолында табақ. Міне, дәмін көріңдер. Менің құпия рецептіме ешкім қарсы тұра алмайды деді. Бірақ мен ас ішкен жоқпын. Көзім ас үйде қалды. Есігі сәл ашық тұр. Ішінен біреу қарап тұрғандай. Қара көлеңке. Және тағы бір қуыршақ. Бірақ бұл тіпті қозғалатын сияқты. Біз үйге қайтып келген соң, мен түнімен ұйықтай алмадым. Қуыршақтар көз алдымда тұрды. Ал тоңазытқыштағы қол, мен оны ешқашан ұмыта қоймаспын. Келесі күні мектепте барғанымда, бір бала маған, сен де Күләш кемпірдің үйінде болдың ба? Иә, қайдан білесің? Менің әпкем де барғам, содан жоғалып кетті. Менің жүрегім тас боп қатты. Не деп тұрған түсіне алмай қалдым. Жоғалып кеткен несі? Қалай? Білмеймін. Бір күні кешкі асқа кетті де, қайтып оралмады. Оны ешкім таппай жатыр. Мен ештеңе демедім. Бірақ миым шатасып кетті. Түнде бір дыбыстан ояндым. Терезе сыртынан біреу қарап тұр. Қарасам, Күләш тәтей күліп тұр. Терезенің ар жағында. Ал біз 3-ші қабаттамыз. Ол қалай? Сол кезде телефон шыр етті. Анам алды. Телефонның ар жағынан бір әйелдің дауысы. Астайын, балаңды жіберші. Анам шошып телефонды тастай салды. Біз екеуміз де түн ішінде жарықты жағып қойып отырдық. Екеуміз де қорқып қалдық. Анау көрші ел бір түрлі. Енді бармаймыз оған. Жарай ма? Мен басымды изедім. Бірақ тым кеш болды. Таңертең үйдің алдында полиция көлігі келді. Бір үйден шу шықты. Жоғалып кеткен бір бала табылыпты. Бірақ ол бала сөйлей алмай қалады. Қатты қорқыпты. Кейін мен тыңдап жүріп білдім. Ол баланы Күләш тәтейдің жертөлесінен тапқан. Қол-аяғы байлаулы, ал жанында тағы да қуыршақтар. Бәрі шынайы, беттері жұмсақ теріден. Біреуінің беті тура мен көрген көрші баланың түріндей. Сол түні Күләш тәтейді полиция алып кетті. Үйі толған заттар. Адамдардың суреттері, тырнақтары, шаштары. Тоңазытқыштағы қол шынымен адамдық екен. Ол балалар тәттіні жақсы көреді деп, шын мәнінде басқа нәрсені істеген екен. Мен қатты қорықтым. Әлі күнге дейін тамақ ішкенде ойланып қалам. Ал қуыршақ көрсем,
бірден теріс қараймын. Сол кезде бір нәрсені түсіндім. Ешқашан енді көршілерге кешкі асқа бармаймын.